Кондер қоссаң жаурайсың. Ең деме қатты шаршағаны сол кондермен ұйықтап қалдым ғой. Азында тамам ісіп тұрды ғой. Good. Жақсы. Сөйтіп сондай. Мен таңғы 6-да бір ояндым ғой. 3-те бір ояндым, 6-да бір ояндым. 6-да қатты жауырам мен. Мына жерде жастықтары көп қой, жастықты басыма қойып ұйықтап қалғам ғой. Прям ұйықтап жатырмын. Астында бір жастық, бетінде бір жастық. Құлағым жаурайды да, мен екеу орамалсыз жүрсең, орамалды қыздар түсінеді. Үйде салқын болса басың жаурайды. Қыста басың обязательно бірдеңе орап жатасың. Андай сквозняк деген құлағың қатты сезеді. Алейкум ассалам. Ақшасы көп, әдемі жігіт жолыққанша ешкімге қарамасын. Все, хорошо. Рахмет, жандарым. Сіздер мен сондай жақсы, күшті нәрсе лайық көрейіндеріңізге, мен үшін дұға етіп жүрейіндеріңізге Алла разы болсын. Сен жүгіріп жүр, менің атымнан деп едің дейді. Қойай, мен ешкімді айтқан жоқпын. Құрсын, мен өзім жүрген адам. Қоспаңдаршы, болды. Құрсын, мен көрмеймін да оларды. Көрмеймін болған, іздеп, зерттеп көрмеймін да, жұмысым бар, жағдайым сұрайтын адамдар бар, сол үшін көрмеймін. Қызық емес маған біреудің махаббат хикаялары. Өзімнің өмірім қызық, өзімнің өмірім, өзімнің жұмысым, өзімнің инстаграмым, өзімнің оқырмандарым, өзімнің қолдаушыларым қызық. Сол үшін шығам, макияжсыз сұлусыз дейді. Білем. Қазір менде только көзінде стрелка қасым болған ғой. Мен SPF қазір жуып жатамыз еще. Қалайсыз ағасы дейді. Баги, сен басқа жақтасың ба не? Не демесің ба? Қалби таза болсын, пулы көп болсын. Қалби деген жүрек ба? Жүректе түркше жүрек қой. Ой, түркше жүрек, қалып деген сөз. Я көрпігім мокрый. Именно қазіргі тағып отқан орамалыңа обзор жасашы, қалай таққанымды өтінішті. Шешейін ба сіздер үшін? Мен шешем. Сесе деп үйреніп алғансың ғой. Сесе бай дейсің. Такси бәріне. Как раз пикми болатын қалай екен ау. Үзіп алдым. Қазақстаннан тақып келгенім еді. Короче, мынау мені орамал негізі бүйтіп тағам. Мен жайып ше, эфирде осылай тағатын ғой. Өруді кейін үйреніп алғансың ғой. Айдана бар ғой, әбден айдана. Сол тақып берген ғой. Короче, бітеміз. Инелі шешіп атырым. Бітті дәрген хашинден. Аяқ чешектен әсілі. Қалби бет жүрек дейді. Арабшада да сондай өзім. Мықты қылсын, алтын қыз дейді. Короче, бұлай. Мына орамал. Біз негізі бұны бұлай тағамыз. Сразу уже вид өзгереді. Негізі осылай тағамыз. Деген сияқты. Ал мен бұны скафандрам тұр, я? Скафандр. Артында пучок, ұшына алған пучогымды. Мені ішінен бұлай қайырамыз, қараңыздар. Осылай қайырып аласыздар да, мені бұлай алдарыңызға келесіздер. Түп алдына алып келіп, андай зажым болады. Әртүрлісі болады. Жақсы ұстайтын алыңыздар. Мына жері темір емес. Осында ұзындары күшті ұстайды. Сосын мынаның артын, тек артын ғана. Точнее, мына линияны ғана алып барып, осы жерді ғана қадаймыз. Сосын өзіңізге ыңғайлы қылып босатып аласыз. Мысалы, маған сәл осылай бос тұрғаннан ашылып ше. Маңдайым бар, жауып кетеді. Өзім маңдайым үлкен емес. Сосын мына жерін инемен қадаймыз. Скафандраларыңыз өздеріңіз білесіздер, ақ цвет тақсаңыздар болады, бежевый тақсаңыздар болады. Просто мен ақ тақсам ше, андай тоналкам бірдеңе болып кете ма, бетіме бір бәле шығып кете ма. Міне осылай тұр, я. Содан мен мына жерін бүйтіп мына жерден өзім уголок істеп аламын ғой, короче. Мына жерін бүйтіп көтеремін да, бүйтіп алдыма алып келіп алу үшін. Мынаны былай тақсаңыздар да болады. Мысалы, алдыңызға келіп, осылай мынаны жинап, бір жағын көтеріп, бір жағын түсіріп ше. Мен маған осылай просто мына жерге очки елем ғой мен, сол ілініп тұру үшін осылай істеп аламын. Иногда, ал өруді аз көрсетемін.
мынаны осылай көтеріп, осылай мына жерге қадап аламын. Мына чуть мынау именно құлақтың несіне ше, енемен осы жерге қадай. Көрініп тұр ғой, иә? Осылай тағып, сосын мынаны да. Былай деп миларыңызды ашып жіберген жоқпын ба? Сосын ойбай, айнадан көрмеген соң бір түрлі екен. Осылай тоже екі жағын қадап аламыз. Арқасы былай түспейді. Обычно. Сонымен, мынау енді екі ұшы қалды ғой? Міне осындай. Осыны просто орайсың. Мысалы, мен нақа қарап жинап өргім келеді. Орайсың осылай. Вот. Ну, қасыңызда, артыңызда бір адам болса, мына жерге ине тақып қойсаңыз болады, чтобы ана өрілгеніңіз ашып кетпеш үшін. Бүйтіп өресіз. Сосын мынаны бүйтіп байлайсыз. Или резина тақсаңыз болады мына жерге. Вот. Осыны бүйтіп ашки болса, ашки тақып аласыз. Қарақалпақстаннан сәлем дейді. Баги басқа жерде дейді да. Баги мен Эльдар акаларды қуып жібердім та, кім қалды дейді. Багидің жазған көрмей қалдым ғой мен. Баги ғана. Баги керек болады, орамал тағы үлкісі қарап ал. Әте, бәр жерін шығарып атсыз ба? Неге жалаңыз шындай жол кесі дейді. Всегда ма? Жалаң деген. Ана, нейді? Демізін айт, көсінесің, Қытайда жүре елайық адамыз. Мін. Бау тұғасам. Сағат бізде екі, прикиньте, сіздерде қанша? Марқұр келдің сәресімелер қызықтырмайды дейді. Не деп жазып жатыр, маған көрінбей тұр. Қанша бердіңіздер сағатты? Жалаң деген секілді. Просто маған нау осындай не дейтін еді? Органза орамал қатынайды. Баги отыр екен ғой. Органза орамал қатынайды. Білмеймін, мынандай жылтырайды да, енді басқа прям удобно тұрады. Әдемі болып тұрады. Сосын қоңыр цвет. Қоңыр цветке тоймаймын ғой мен. Қоңыр ала бердім. Еще өзіме де күш жарсады. Жақсы көремін. Таке жүр ғой дейді. Тұран мырза, қалайсыз? Өткен туған күніңізбен. Не бәлі қашады. Енді бір-бірімізге подписымыз ғой, Тұран мырзамен. Подписын Жанат ағапта 22:00 дейді. Бізде сағат 2. Қоңыр әдем ойнаңыз дейді. Бізде сағат 2 мен үш көзім кетіп отыр. Өзінше 2 күннен кейін мына жақтың несіне уақытына үйреніп алғаным ше. Жақсы шүкір, қалайсыздар дейді. Жақсы шүкір. Жаңа бастамаңыз құтты болсын. Күшті шампунь сатып бастап жатыр екен Тұран мырза. Шампуньдарын қарап көріңіздер, тапсырыс беріңіздер, қолдап жіберіңіздер. Баги қасында кім бар дей ма? Керемет алақтағы тіл көзін сақтасын. Қай елде жүрсіз? Мен Қытайдамын. Саудаға өзім тікелей емес, Бану ханыммен бірге жұмыс істеп келгем. Қарап жүреміз, сізбен фанат етіп жүрміз дейді. Ау? Баги маған айтып жатсың ба? Шампунь сізге беріп жүреміз Айнахан дейді. Вау, күшті. Рахмет. Бұйырса Алматыға барып алайын. Қайтам бір-екі күнде. Қолданып көрейік, сосын отзывын айтып кетеміз қолдаушыларға, оқырмандарға.
мен емес қой подписать еткен. Бизнес бойынша көмек керек болса обращайтесь дейді. О, рахмет, алла разы болсын. Бұйырса, иә, жұмыстар жолығып жатса. Hayat çiçekten mezden. Ben kendine yürürken peşinden. Біздің эфирде шынымен не істеп жүреді деймін да, осыларынша. Осындай бір өмірлерің настолько қызықсыз ба деймін да. Жарайды, біздің жақта қолдаушылар, оқырмандар білет, Зарик не істеп жатыр, қызық. Мен туысқандарым сияқты болып кеткен адамдарда хейтерлар не үшін қызық деймін да. Мысалы маған бір адам ұнамаса вообще қарамайын болып. Шаш не болды дейді. Зарина ханым жүрегі ақ өте ақ көңіл кісі. Мен ол кісіні тек жақсы жағынан білемін дейді. Алла разы болсын. Рахмет. Мен де сіз өмірде тек жақсы жағыңыздан көрдім. Өте қарапайым кісі. Енді Айдана мен жақсы араласамыз ғой біз, құрбым ретінде. Шашын түсінеу, қана конташын қолдайсыз ба дейді. Бәрін қолдаймын ғой. Жоқ, олай қарамаңыздар. Тұран мырза андай кәдімгі өзінің ойын айтып жатыр ғой. Сізге 1000 розаларды қылады. Рахмет, күшті жақсылықтарға, лайық көріп жатқандарыңызға. Хейтерлер сені жақсы көреді дей ма? Суббота Құдай қаласа дейді. Қандай той? Құдай орамалды сіздің тағы да бір қызға үйленейін деп жатырсыз ба? Мен түсінгенімше сондай ма? Өзің қалағанда адал жұрт жоғылсын. Аумин. Сіздер маған тілек тілеп, мен аумин десем қабыл болады. Білесіздер ма? Мұсылман бауырына дұғасы қабыл болады. Ойбай, не той дейді. Егер көріп жатқан полковниктер жақсылап күтіп алыңдар дейді. Кәдімгі той үйлену дейді. Мәссаған. Тәкенің страницасын что-то қарап жүру керек сияқты ғой. Қандай той болады екен? Қызық. Басқа Айгүлдің фандарын чысыға тығады екен да. Жоға, мен Айгүлдің фанаттарын тықпаймын. Маған бірдеңе жаман нәрсе жасағана тықып істеймін. Пятница ұзату, суббота той дейді. Вау! Мен сізше Тұран аға менің бір ағаларым сияқты жазасыз. 94-ші жылға, 92-ші жылға ағаларым бар тұғын ғой. Өйстіп ағылшынша немен, шрифтпен осылай орысша жазатын еді да. Айдан өресі сіреңсін айтып жатыр еді. Соңғы сол рилста бір намек бар негізі. Бір үндеу бар ма, келесі бір жақсы жаңалық қойын жатқан сияқты. Ару көшіп отыр ғой, Ару қауымыз отыр ғой. Шықпай. Ару әу деп қойсай, Лили көш қалай? Лили көш жіберіп тұрады. Көжен сөз салса, ойбай, айтпаңыздар. Шамыз ғой, 94-95 жылы жазады дейді. 92-94 жылы ағаларым бар да, тосқа. Солар шетіп жазадың ғой. Всем привет деп бұрын ВК-да болатын еді. Содан бұрын хит еді ғой. Сөйтіп ағылшынша шрифтпен орысша жаз, қазақша орысша жазу. Аза Айданамен ұзату бола ма дейді. Мә, Айдана мен Тұран мырзаны жата қарап жүру керек. Бірдеңе білдірейін деп атсыздар ғой бізге айтпай, иә? Әдемісін ендесті жақсы көремін, ендестерді жақсы көремін. Біз қаншыншы жылғысыз? Алдында біреудің комментарийіне қаншыншы жылқысыз десе. Жылқым жоқ деп жақсы жүрген ба? Мен 2000 жылғым. 2000 жасым 24, 25-ке толам, октябрьде Құдай қаласа. Осылай қашан басталады, білмеймін. Осылай бүгін кеше кастингі болды,
2 тамыз. Енді бұйырса алдағы уақытта бастапқылар күтіп жүріңіздер.